өзімен байланысты осындай ұлы мағыналарда бас қосып, осындай мағыналарда мақсат құруды, осындай негізде ұлы амалдарды жасауды нәсіп еткен Аллаға сансыз мақтаулар болсын. Алла тағалаға қалай сенсек, сенгеніміз секілді Алланың өзінде, сөзінде растаған түрде шынайы жүрекпен сезінуді қоса үйренейік. Сондай-ақ осы тура жолымызда өнеге болған, осы жолды жердің бетіндегі күллі адамзатқа рахым ретінде жіберіліп, жеткізе білген, жанында малында осы ұлы жолда салған, сондай-ақ артына ансарлар, мухаджирлер болып, Алла баршасынан разы болсын, ізбасар болған сахабалары өздерін толығымен осы иманның, осы тура жолдың жердің бетіне таралуы үшін аянбай еңбек етті. Сол ардақты пайғамбарымызға Алла тағаланың салауаттары, сәлемі, рахымы, берекелер болсын. Отбасына, сол кісінің сахабаларына, және де қияметке дейін солардың жолымен, ихсанмен ергендерге де болсын. Баршаларыңызға Алла тағаланың сәлемі, рахымы, берекелерін тілейміз. Алла тағала осы жиынымызды баршамызға өзінің рахымына бөлеген, күнәларымыз кешірілген, көптеген жақсы істерге қарай мақсат тұрғыза алған жиын қылсын. Алла тағала адамға иман бергеннен кейін, сол иманның иелері мына сіздер мен біздер осы заманда. Ілгеріде өткен салиқалы буындарға қарайтын болсақ, тарихтан олардың істерін, амалдарын көрдік. Таңғаларлық, Алланы сондай дәрежеде разы еткен амалдарын әлі күнге дейін оқып, таңғаламыз. Нәпсілеріміз кәдімгідей жеңіліп олардың алдында. Амалдарына риза боламыз. Міне осы иман Алла тағала тарапынан берілгеннен кейін бізді жалпы екі нәрсеге қатысты емтиханнан өткізуін ешқашан тоқтатпайды. Алланың даналығы соны қалады. Ол не дейтін болсақ, ол жан және дүние мал. Өздеріңізге белгілі, Абай атамызда осы мағынада өмір сүрген, махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті. Ол Алла шын мәніндегі шынайы иман иелері үшін мына жан, мына дүние мал Аллаға қарай арналатындай халге жеткізу адамды. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы тура жолды әкелген кезде өздеріңіз назар аударыңыздар. Қасына жәрдемшілерді іздеді. Осы Раббымның сөзін толыққанды түрде жеткізіп болғанға дейін, Алланың ісін өзінің мәресіне жеткенге дейін, кім маған жәрдемші болады деді. Сондай бір пайғамбарымыз мұқтаж бейнеде келгендей қылды Алла тағала. Жәрдемшілерге мұқтаж. Өздеріңізге белгілі, қажылық маусымында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Таифтан қуылып қайтадан Меккеге ардақты түрде кіргеннен кейін, қажылық кезінде күллі араб жазирасының тайпалары Минада отырған кездерінде сол тайпалардың күллісінен сол осы ұсынысты айтты. Осы Құранды, осы Алланың ісін мәресіне жеткізгенге дейін маған жәрдемші боласыңдар ма деп. Сол кезде жаңағы тайпалар, рулар бірінен соң бірі жарамай жатты. Алла тағала осылай ұсынады.
әр заманда істедім. Мына қазір Нұр Мүбарак университетінің өзі осы болашаққа қарай туралықты насихаттайтын, руханияттың кемелдігін насихаттайтын, болашаққа біздерге үлгі болатын ұлы ғұламаларды, ұлы рухани жетекшілерді сыйлайтындай үлкен үміт тұр артында. Міне осы істің өзіне кім жәрдем береді екен деп, сол жағдаймен салыстыратын болсақ, сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бәкір екеуі жүріп, жаңағы тайпалардың күллісінің қасынан өтіп, ансарларға, болашақ ансарларға, Аус пен Хазраждың жас жігіттеріне жолыққанға дейін бір тайпаға келіп тоқтайды. Ол руға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мына тақырыбы ұнайды, керемет нәрсе. Сонда олар мойындайды, мына сенің айтып атқан нәрсең хайырлы екен, артында хайыры да мол екен. Біз саған жәрдем берейік. Алайда біз Парсы еліне қарай, Парсы империясына қарай қарасты елміз. Олар мен біздің арамызда су бар. Біздің суымыз соларға қараған. Біз сізге жәрдем беретін болсақ, оларға айту керек біз. Осындай Абдулланың ұлы Мұхаммед деген кісіні алып келдік. Осындай ниет жасадық деп білдіру керек біз оған. Сосын олар, ол біздің рұқсатымызсыз бұны неге кіргіздің, шығарыңдар десе, біз сізді шығаруға мәжбүр боламыз. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям маған тәуелділердің көмегі керек емес дейді. Біз қазір тәуелсіз Қазақстанбыз. Тәуелсіз. Алайда лайықты деңгейде бұл халық кезіндегі қазақ хандығы, одан кейінгі алаштықтар аңсағандай, Алланың тарапына қарай өтпейінше, ешқашан рухани тұрғыдан тәуелділікке қол жеткізе алмайды. Сондықтан бұл Алланың осы дала үшін бастап атқан ұлы ісі, осы оқу ғимаратынан, осы ғылым орталығынан бастап жатыр Алла Тағала қазір. Өздеріңіз қарасаңыздар, біздің жағдайымызды Алла Тағала түсіністікпен қарады. Ең әуелі бір кішкентай ғана ғимарат болды о жерде. Сол жаңағы өздеріңізге айтылғандай мысырлықтар салып берген мешітпен бір кішкентай ғана ғимарат болды. Сол ғимаратта оқыдық біз ең әуелгілер болып. Кішкентай ғимарат, сан да аз, ұстаздардың саны да саусақпен санарлық. Сол біздің күйіміз болды, сол кездегі жағдайымыз болды. Руханиятқа деген ұмтылыстың саны, руханияттан хабар бер ұстаздардың саны біздерге сабақ берген сол кездегі. Кейін Алла Тағала жағдайымызға тағы қарады. Қазақ дайын емес екен. Бұл жолға мал сарп етуден де, салып беру керек дегенде бағана өздеріңізге айтқандай ана суреттегі ғимаратты тағы мысырлықтарға салдырды. Еркелете тұрайық мына қазақты. Сөйтіп бүгін жағдай жетті. Рухани тұрғыдан да ұстаздардың саны көбейіп жатыр. Қаншалаған жерлерден, алыс жерлерден ғылым әкеліп жатыр. Қазір кітаптары жарық көріп жатыр. Шәкірттердің саны деген бірінен соң бірі топырлап жатыр. Мысалы алдыңғы осы оқу жылында оқуға қабылдаған кездегі қаншалаған сандар көздеріне жас алып кетті. Не оларды сыйғыза алмайсың, қамти алмайсың. Сосын Алла Тағала мына жаңағы 9 қабат, 10 қабат осы ғимаратты қазақтың өзіне салып тұр ғой бүгін. Енді ұятқа қалдырмаңдар мені. Мен бәрін бердім ғой дейді сендерге қазір. Не жоқ сендерде деп отыр ғой. Не сондықтан осы нәрсені тұрқызып беру Алланың алдында абырой. Міне жаңа ғана ер ағалары деп осында қаншалаған пиғылы Аллаға қарай ұмтылған азаматтар шықты. Алла ол кісілерді әрдайым зияннан сақтап, осындай өзінің жолында малымен көмектесе беретін салаларын көбейте берсін, амалдарын көбейте берсін, қабыл алсын. Ең маңызды нәрсе Алла Тағала қабыл алсын. Осы мағына сіздер мен біздерді бүгін бас қосуымызға да себеп болып тұр.
Енді Алла тағала шындықты айтады. Уәде етсе де шындықты уәде етеді. Алламен екі арада деген сауда бар. Алла кез келген мұсылман құлға саудасын ұсынады. Алламен жасалатын сауда мәңгі сауда. Сарқылмайтын сауда. Мал жұмсалған кезде біз мысалы ер адамдардан болсақ та, үлкен болсақ та, бәрібір біздің ішіміздегі нәпсі деген нәрсе өмірден озғанға дейін бізге сынақ болып қала береді ішімізде. Сол нәпсінің ықпалын өшіріп, мәселені ақылға қарай түсіру үшін Алла тағала әрдайым аяттарын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерін әкеліп қызықтырып, жаңағы сенімді сезімге айналдырып, Алла тағала салиқалы амалдарды көп қып жасауымызға өзі септігін тигізеді. Мысалы қараңыздар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Бір күні сендерден бұрынғы замандардың бірінде бір кісі ен далада кетіп бара жатқан еді. Ей бұлт, пәленшенің бақшасын барып суар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып отқаны. Сенім және сезім. Бір кезде жаңағы бұлт анау жақтағы бір бақшаның үстіне қарай қозғалып бастады дейді. Пайғамбарымыздың жаңағы Сахих Муслимде келген хадис. Сөйтіп жаңағы бұлт менің көз алдымда бір тастақ бір жерге, сондай бір хауыз секілді екен өзі, соның ішіне толық суын толтырып жіберді дейді. Мен барып қасына барсам, қасынан бір арығы да бар екен, жасалған ақырен ғана анау жаққа қарай ағып бара жатса, әлгі жерде бір кісі кетпенімен жаңағыны бақшасына қарай бұрып жатыр дейді суды. Бұл таң қалады. Сосын келіп, пәленше, сенің атың кім? Менің атым пәленше. Сонда сен сонда не істейсің? Сенің атың аталғандай. Бұлтқа бұйрық берілді, дәл сенің атың атарылып, мына бұлт осы жерге келіп суын сенің бақшаңа қарай бұратындай. Сен үшін арнайы бір бұлт жасап тұрғандай не істеп жүрсің сен? Сонда жаңағы кісі айтады. Мен осы бақшаның иесімін. Осы бақшаны өсіремін, қараймын. Өнімі түскен күні үштен бірін бірден былай қарай Аллаға ағытамын. Бағана айттық қой, Алла тағала біз иманнан кейін малмен сынайды деп. Үштен бірін былай қарай ағытамын дейді. Мынау ақыреттікі. Түсіндіңіз ғой? Екіншісі бұл маған және отбасыма азық. Үшіншісін мен келесі жылға тұқымға қалдырам дейді. Үштен бір деген нәрсе қараңыздар. Алла мен екі арадағы сауданы Алла жақсы көреді. Бірақ бұны істеу үшін Алла мен бұны сезу керек. Өйткені иман деген тек қана теория емес, ол сенім және сезу. Алла тағала жаныңды өзіне қарай, уәде еткен сауабына қарай тарту керек. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жаңағы Бәдір шайқасы, Ухуд шайқасы сияқты шайқастар болған кезде жауынгерлер Алла жолында соғысып, сосын оларға олжа үлестіріледі. Жаяуға бір үлес, көлігі барға екі үлес дегендей. Енді қараңыз, мынандай бір қызықты айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Кез келген жауынгер Алланың жолында жорыққа шығып, сосын олжаға еленген болса, сосын оған сол олжадан үлесі берілген болса, онда күллі ақыреттік сауабының 3-тен 2-сі сол дүниедегі берілгенімен өзіне кетті дейді. Ақыретіне тек қана 3-тен 1 қалады дейді. Ал кімде-кім сол жорықта олжа мүлде тимей қалса, бұларды біз білеміз, кімдер? Ансарлар. Ансарларға үлес тимейтін мүлде. Жанда, малда Аллаға атап жіберген. Күллі жорықтарда мұхажирлермен саны салыстыратын болсаңыздар, ансарлардың саны өте көп шейіт кеткен.
Анау тұрғыдан мұхажирлер өзінің қандасы, ауылдасы, жақыны болса да. Сонда Алла Тағаланы көрсеткісі келген анау Мединадықтағы ансарлықтар құдды бір ансарлықтар болмаса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ешқандай нәрсе істей алмайтын сияқты жердің бетінде. Сондықтан да ғой кезінде айтқан, ей ансарлықтар, айтпайсыңдар ма маған? Түксіз келіп едіңіз ғой, біз сізге пана бердік қой саған. Саған осындай көмек бердік қой, саған жан бердік қой, мал бердік қой деп неге айтпайсыңдар маған деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соншалықты ансарларға жақындығын білдірген. Күллі жердің беті. Қараңыздар, басқа бір саймен кететін болса, мен ансарлар кететін саймен кетер едім дейді. Неге? Өйткені дінге деген жәрдемнің ақиқаты сол жерде тұр. Сондықтан бұл жәрдемді қажет ететін нәрсе. Осы жәрдемді беретін кезіңізде ниетіңіздің айналасында күдіктер келеді. Әртүрлі әлеуметтік желіде, оларда заводтар салынбай ма, бұл нұр мұбарак не керек дегендей. Сол күдікке де ілініп қалуы мүмкінсің өзіңді ақтайтын. Алла Тағала сол ана ниетті салуымен қатар күдікті қоса келеді қасыңызға сынақ ретінде. Міне сонда кім ары қарай табанды бола алады өзінің ниетінде? Абдурахман ибн Ауф керемет сауданың иесі болған. Өздеріңіз білесіздер, Алла жолында мал сарп еткен. Бір күні отбасы әйелі алдына тағам дайындайды. Дастарханға отырып, сол тағамнан ала беретін кезінде Алла Тағаланың қалауымен бір ой келеді санасына. Түрі бір түрлі өзгеріп, сонда отбасына былай деп айтады. Ухуд шайқасында Мусаб ибн Умайр Алланың жолында қаза тапты. Мусаб ибн Умайр менен хайырлы дейді. Сендер көрсеңдер, оның сол кездегі шапанын үстіне қарай кебін дейтін кезде басына тартсақ, аяғы ашылады. Аяғына тартсақ, бас ашылады. Сол секілді Хамза кебін деген кезде басына тартсақ, аяғы ашылады, аяғына тартсақ, бас ашылады. Ол да менен хайырлы еді дейді. Сондағы Алланың көрсеткісі келгені дейді. Дүниемен, мал дүниені, жанды Аллаға қарай ұсынуға ниеттерінің шындығы соншалықты болды, тіпті кебінді жеткізбеу арқылы Алла Тағала көрсетіп тұр дейді соны. Дүниемен еш байланысы болмаған дейді. Ал мен бүгін қорқам дейді. Абдурахман ибн Ауфтың сөзі. Мен қорқамын, күллі сауаптарым осы дүниеде деп дастарханды көрсетіп, беріліп жатыр ма, ақыретімде түк жоқ бола ма деп тамақты жеуден бас тартып кетіп қалды дейді. Сойлаңыз, адамдар қандай сенімде, қандай сезімде өмір сүрген. Бұл бір жағы. Қазір ол ғимаратты салу бір жағы Алланың бізге сыйлап тұрған. Сіз білсеңіз, оның артында не сыйлағалы тұрған. Кез келген бұрынғы замандағы Құрандағы тарихты қарап отыратын болсаңыз, Алла Тағала Нух пайғамбарды Нух қауымына жібергенде есімізде болсын. Ол сол заманға сай өркениетті тұрғызған қауым еді. Өркениет, сәулет, сол замандарына сай дүниенің өздерінше бір мәресіне жеткен өркениет еді ол. Ат қауымы. Ат қауымының да жаңа салған, тұрғызған ғимараттары. Жер бетіндегі жай Ираума деген сол кездегі бір өркениетті қаланы тұрғызулары. Дүрілдеген күш қуат тұрғысынан. Самуд қауымы. Құм далада сарайлар тұрғызатын білімге еленген. Тауларды сол кездегі мына қолмен, ойлаңыз, қазіргі техника жоқ. Таудың ішіне таңертең кірсе кешке жақын сарай қылып жасап шығаратын. Күллі ішінде полкалары мынандай өнерлеріне дейін, күллі мына сәулеттеріне дейін қойып шығалатын да, содан мақтанып далаға шығатын. Бізде кім бар деп.
Яғни дүнияуи білім, ақыл мен дүнияуи білім қосылған кезде олар сондай керемет өркениет құрды. Күллі қауым солай болған. Bir қауымға дейін, әлі күнге дейін Алла Тағала кейбір елдің өркениетін қалдырып қойдық дейді. Әлі күнге дейін соны қалай салғанына білім жетпей жатқан жағдайлар бар. Яғни өркениеттер мықты болған. Осы тұрғыдан қараңыз. Өркениет мықты болған. Дүниемен, дүнияуи біліммен ақыл қосылып, керемет өркениет, сәулет тұрғызылған. Кешегі Солих пайғамбарда тұр ғой: "Ей, қауымым-ау, осы мына салып атқан сарайларының арасында мәңгі тұрамыз деп ойлайсыңдар ма? Мына бақшалардың аясында, мына бұлақтардың басында жасай береміз деп ойлайсыңдар ма? Аллаға қайтатын күн тұр. Таулардан қаншалаған үй өңкіп жасап жатсыздар." Сонда пайғамбарлар келген кезде мына нәрсемен келген. Мен осы жерге қарай қойын деп тұрмын несін. Өркениет тұрғызылған. Ат қауымы деген қауым бар, халық бар. Күшті өмірі тұрып атыр. 4 түлік мал, бау-бақша, күллі жағдай бар. Қазіргі біздікіндей дейік, біздің заманымызға сай. Бірақ Алла Тағала бізге айтады: олар жердің үстін сендерден көп қопарған дейді, көп игерген. Жердің астын сендерден көбірек қопарған. Сан тұрғысынан да, күш тұрғысынан да сендерден әлде қайда көп болған. Жалпы сендерге берілген нәрсе есептейтін болсақ, оларға берілгеннің 1/10 де берілмеген дейді. Міне осындай өркениет дүрілтіп тұрғанда кез келген пайғамбар, Солих болсын, Худ болсын, біздің пайғамбарымыз Сасан болсын, келген кезде олар айтқан: "Мынаның, мына өркениеттің іргетасын қойып алайық, іргетасын. Фундаменті жоқ мынаның. Мынау құласа осы бетінде қайда кетеді?" деп сұрайтын болсаңыз, Алла Тағала Тәуба сүресінде айтады: "Афаман ассаса буньянахум ала тақва миналлахи ва ридванин каман ассаса ала шафа джуруфин харин фанхара бихи фи нари джаханнам." Жаңағы өркениеттің астына іргетас қойған кезде Алла Тағала айтады: мына өркениеттің астына тақуалықпен Алланың разылығын көздеген іргетастың үстіне тұрғызылса мына өркениет, сол хайырлы ма, әлде мына күллі өркениеттің астындағы іргетасының мынандай бір құздың шетінде құлағалы тұрған, сол құлағаннан анау мәңгі жаһаннамның отына құлағалы тұрған ел керек пе дейді. Олай болса рухани тәуелсіздік, ол күллі дүнияуи білімнің, рухани білім дүнияуи білімнің сақшысы, іргетасы. Онсыз дүнияуи білім ешбір мамандық жердің бетінде дүние тапса да Алланы разы қылатын нәрсе таппайды. Алла Тағала ең әуелгі нәрсені сондықтан оқы деп түсіргеннен кейін осы жерден білейік. Күллі нәрсені Алла Тағала білім арқылы түзеуді қалады. Білім арқылы. Міне сол тура жолды болашақта тасымалдайтын, соны адамдарға үйрететін, соның өнегесі бола алатын сондай адамдарды дайындау, білім иелерін дайындау ең негізгі мақсат Алланың бізге қазір ұсынып тұрған жобасында. Сол іргетасты біз реттеп алатын болсақ, сөйтіп сол іргетастағы географ шығатын болса ертең, сол іргетастағы тарихшы, сол іргетастағы бастауыш мектептің мұғалімі Ыбырай Алтынсарин үйреткендей, анау кеңес үкіметінің дүрілдеп қорқып тұрған заманда Ыбырай Алтынсарин сөйлегендей, кел балалар оқылық, бір Аллаға сыйынып деген сөзді айта алмайтын жағдайдамыз. Міне сол тура жол деген нәрсе өте маңызды болғаннан кейін, осы тура жолға, осы білімге салу қазір.
Мына жерде отырылған жиын соны қозғап отыр. Қайырымдылықтың басқа салаларын емес, ол салалардың барлығына жұмыс жасалып жатыр. Бұл жердегі ең маңызды нәрсе тура жол бұл Алланың діні, тура жол бұл Мұхаммед пайғамбарымыздың ісі саллаллаху алейхи вассалам. Тура жол бұл күллі саланы қамтитын мәдениет, күллі саланы қамтитын тура жол. Міне осы жерге жұмсау мағынасын біз айтатын кезде Құранның мынау аятына қарайық. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Минан нас, адамдардың іштерінде, уад-дауаб, жануарлардың ішінде, оның ішінде жылқылар бар, есектер бар дегенде, қашырлар бар. Уал ан'ам, төрт түлік мал. Мұхталифун алуануху, олардың түстері әртүрлі, алуан түрлі түс қып жаратқам дейді Алла Тағала. Казалика, дәл солай кете береді. Тауларда да, өсімдіктерде, жәндіктерде, түрлі түстерде болып. Бұл жердің бетіне сән беретін нәрсе. Алайда бұлардың барлығының іштерінде мен үшін маңыздылары маған құл болғандары дейді. Ал маған құл болғандардың іштеріндегі ең кереметтері ол білім иелері дейді. Иннама яхшаллаха мин ибадихи ал-улама дейді жаңағы аяттан кейін қараңыз. Құлдарының ішінде Алладан қастерлеп қорқатын, айтқанымен жүру керекпін мен. Осы қастерлеп қорқатын білім иелері солар ғана Алладан қорқа біледі дейді. Олай болса білім иелері күллі салаға кіру керек. Алайда Алладан қорқатын болғандықтан, күллі салаға рухани жетекші кермейінше, ол салаларда нұр пайда болу қиындау болады. Сол нұрларды жасау болашақта. Алла Тағаланың жоспары бұл. Сол үшін Алла Тағаланың ғимаратты тұрғызып жатыр, және сол ғимаратқа орынды таңдап қойғанда өзі, біз ол кезде дін ойлап жүрген жоқ едік. Сондай бір орынға дейін таңдауы әдемі тұр ғой жоспары. Бұдан басқа қандай аяттар керек? Құдіретінің белгісі. Мен сонда жаңағы аятта сауданың үш түрін айтады. Кейбір мұсылмандардың қолынан үшеуі де келеді. Кейбір мұсылмандардың қолынан алғашқы екеуі келмеске болмайды. Сонда біріншісі инналлазина ятлуна китабаллахи. Шынымен де Алланың кітабын әрдайым оқитындар. Бизнесмендер настольный кітаптарын оқығандай, психологтар өздерінің психологиялық кітаптарын оқып атқандай, аналар, мыналар өз салаларының кітаптарын жатса да тұрса да төсегінің басында, үстелінің қасында, сөмкесінде, автобуста оқығандай, шын мәнінде Алланың кітабын осындай дәрежеде оқып жүретіндер. Бір әрпіне 10 амал, 3 әрпіне 30 амал. Алла Тағала саудақ пыстаған күллі ғибадатты, күллі нәрсені саудақ пыстаған. Қазір мысалы субханаллахи ва бихамдихи деп айтсақ, бір құрманың ағашы пайғамбарымыз айтады, пайда бола қалды дейді жәннатта. Саудасыз еш нәрсе жоқ Аллада. Есебімен. Екінші, ва ақамус-сола, намазды тұрақты атқарғандар. 5 уақытта мен азан шақырып білдірген кезде Алламен байланысқа келе қоятындар. Сөйтіп сәжде рүкуғын жасап, күллі күнәлары төгіліп мешіттен шығатындар, немесе намаздан шығып бара жататындар. Осылайса 5 уақыт намаздың арасында кішкентай күнәлардан түк қалдырмайтын саудан бар дейді. Оның өзіне жазылатын сауабы тағы бөлек. Үшіншісі, бүгінгі жиынымызбен байланысты. Ва анфақу, және жұмсағандар. Неден? Біз ризықтандырған нәрседен. Мен саған ұйымдастырып берген саудадан. Мен саған берген қабілеттерден жоспарланған сауда. Мен сені таныстырған связдармен ақылдасып, кеңесіп, ұлғайтқан саудаң. Мен дейді Алла Тағала.
мен жасап берген малдан әлде өзім жасадым деп айтпақшысың ба деп тұр ғой. Әне Қарун деген біреу болған. Иннама утитуху аля илмин инди, мен бұл сауданы, байлықты, қазынаны өзімдегі біліммен тапқан едім деген кезде күллі сараймен өзінде қасындағы күллі дүниесімен бірге жердің ішіне жұттырып жабасағанбыз. Бітті. Сондықтан жұмсағандар, біз берген ризықтан, малға деген махаббаттан сені емдегім келеді. Алла деген ұлы махаббат бар. Соған қарай көтергім келеді. Қалай жұмсайым дейтін болсаң, сиррон ва алания, құпия түрде, ешкім көрмейтін түрде, және көрсетіп осындай жиындарда бастама жасап бермесек болмайды. Ва ин тубдус садақати фани'имма хия дейді Алла Тағала. Садақаларды кейде ашық, жария берсеңдер, неткен жақсы нәрсе істедіңдер, басқаларды қызықтыру үшін сол іске. Ярджуна тижаратан лан табур. Міне сол адамдар үміт етуде, менің қасымда нақты әзірленуде дейді Алла Тағала. Не нәрсе? Тижара, үлкен сауда. Тижара деген бизнес. Құран сол сөз сөйлеп тұр 14 ғасыр бұрын. Кішкентай сауданы бәйға дейді Құран. Солар үшін бизнес бар. Қандай бизнес ол? Арты қандай оның? Лән табур, ешқашан сарқылмайды. Алла мәңгі болғандай, мәңгі сауабы. Ол сауаптардың ең минимальные қандай деп Алла Тағаладан сұрайтын болсақ, мәсәлул лазина юнфиқуна амуалахум фи сабилилlah. Әлгі Алланың жолында малдарын жұмсап жүргендердің мысалы менің қасымда мынандай дейді Алла Тағала әдемілеп. Жарнамасын жасайды қазір. Шын жарнама. Теледидардағы өтірік жарнамалар сияқты емес. Ақиқат. Камасали хабба. Оның бергені маған қарай бір дән секілді. Амбатат сабға санабила. Ол дән 7 сабағын шығарды дейді міне, масағын. Фи кулли сумбулатин миату хабба. Әр масағында 100 дән шықты. Нешеу болды? 700. Бұл минимальный 10 есе болса, мен қазір осы жерде 10 мың теңге беретін болсам, Алла Тағала өсіретті айтады, сен 10 мың берген жоқсың. Жаңа 700-ге көбейтейік. 7 миллион болды ма? 7 миллион деп жазады. Негізі мен 7 миллион берген жоқпын ғой. Мен сондай баймын дейді Алла Тағала. Сен мен айтқанымды орындадың ғой дейді. Айтқанымды орындасаң болды. 10 мыңға 10 мың беретін болсам, 7 миллион қып жаза ма? 7 миллион қып жазам дейді Алла Тағала. Ойбай, онда 70 миллион жазылу үшін мен қанша беру керекпін Раббым десем, 100 мың дейді. Сосын бұл 100 мыңым. Бүгін мен мысал айтайық, бағана 100 мың жұмсадым дейік. Анда бардым, мында бардым, анда жедім, мында қыдырттым, тағы бірдеңке. Мынау 100 мың. Мынау 100 мыңды пайғамбар салам айтады, мынау ақыретке кетті дейді. Анау қарныңа кетті дейді. Нәпсіңе. О жақтан ештеңе үмітпей қой, әйтеуір біз разы болайық, ас болсын деп отыр Алла Тағала. Болды. Пайғамбарымыз саламның үйіне қой келеді. Ол кісі үйіне қой келсе бірінші ақылына салады. Ал біз нәпсіге саламыз. Қой келді дейміз. Айша анамыз да қуанады, қой келді үйімізге деп. Ал деп жаңағы қой сойылып, сосын мүшеленіп, сосын таратылатындай жағдайға келтіріп, Айша бергел. Ақыреттің адамдары ғой. Мынаны пәленшеге қарай жібер. Мынаны пәленшеге қарай. Мынаны пәленшеге. Айша анамыз қызмет жасап жүр. Я Алланың елшісі, бір жауырын ғана қалды. Я Алланың елшісі. Жауырыннан басқасы қалды ақыретте. Жауырын бізге қалды. Сондықтан әрбір келіп жатқан малда Алла Тағала ана жаққа берген нәрсе
сол арқылы жасайды ақыретіңізді. Солай келіскен саудада. Сосын мен сұрайтын болсам, Раббым осы 700, бұдан ары қарай артатын түрі бар ма? Кімге қаласа, пиғылдарына байланысты, ықыласы зор болса, шын мәнінде соны тілеп жатқан болса, сосын сол ісінде үздіксіз болып атса, арттырам одан да көбірек дейді. Қай дәрежеге дейін? Биғойри хисаб. Шексіз деген бір көбейтуім бар дейді. Сол саудаға кім кірем десе, жол ашық деп отыр Алла Тағала. Міне сондықтан жаңағы аяттың соңғысымен аяқтайды. Лиуаффиахум, Алла Тағала уджурахум, олардың күллі тілеген Алладан сауап сыйақыларының, сауаптарын барлығын толық беру үшін қиямет күні ешкім ешқандай зұлымдық көрмейтіндей, ваязидаху мин фадлихи, сондай-ақ өз кеңшілігінен тағы да беретіні бар Алланың. Иннаху ғафурун шакур. Шынымен де ол Алла сендердің күллі қателіктеріңді толығымен кешіруші. Егер осы саудаға кіретін болсаңдар, сондай-ақ ол шакур, сендердің күллі істеген тозаң салмағандай салиқалы амалдарыңа дейін алғысқа бөлейді. Алла Тағаланың осы сипаттарына қатысты осы жақсылықтары баршамызға нәсіп болсын.